Hayırlı kеш, құрметті көрермендер, жағдайларыңыз қалай? Жақсы ма? Видео салмағалы көп уақыт өтіп кетті. Бүгінгі айтайын деп жатқан тақырыбым сұйық бүйегімізді егіндікке пайдалану әдістері. Оны қанша мөлшерде пайдаланамыз, оны қалай пайдаланамыз? Бірінші сұраққа келетін болсақ, сұйық бүйегімізді ол аз мөлшерде қолданылады. Қазіргі көретін видеоларыңызда 500 литрлік бачоктағы жартысынан құйылған суға 1,5 литр сұйық бүйегімізді қосамыз. Өйткені қосу себебіміз ол мөлшерден артық болып кетсе, ол көшеттерді күйдіріп өлтіріп жіберуі мүмкін. Ал жаңағы орташа деңгейде болса, оны жақсы өсіріп, жақсы тезірек бойын өсіріп, тезірек өнімін алуға әсер етеді. Ол тәжірибеге сүйенетін болсақ, ол егіндікті уақытынан бұрын өсіріп, уақытынан 10-15 күн бұрын ерте піседі екен. Және де толық ақпарат алу үшін осы видеоларды аяғынан көріп шығыңыздар. Және де нәтижесін сіздермен бөлісіп отырамыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп өтіңіздер. Суға араластырып, егіндікке қалай беріледі, соны көретін боламыз. Қазір бізде биомикс. Бұл кәдімгі бүйегіміздің сұйық түрі. 3 литрлігі. Қазір мына бочкамыз тұр, міне 500 литрлік. Осының жартысын толтырып, осының 1,5 литрін құятын боламыз. Мына суға. Бізбен бірге болыңыздар. Міне сұйық бүйегімізді суға араластырып құямыз. Бисмилла. Міне суды құйып болдық. Енді шлангымен капельныйға мынау жаққа жіберетін боламыз. Міне капельныйға қостық. Міне помидорлардың түптеріне мынандай болып тамып жатыр. Көшеттерге жібердік. Екіге бөліп. Мына жағында құрықпен егілгендер. Оларға келесіде бөліп жіберетін боламыз. Бұлар жіберіп жатқан себебіміз көшеттер мынандай болып өспей қалып жатыр. Соны биомикстің көтеретін қабілеті бар. Соны жаратыла тест ретінде байқап көрмекшіміз. Ендігіде 10 күннен кейін тағы бір түсіретін боламыз нәтижесін. Каналға тіркеліп, бізден ақпарат күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет, қолдау білдіріп қойыңыздар.